Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін сендермен математика оқулығындағы 25-ші сабақ санды бірнеше бірлікке арттыруға және кемітуге берілген есептерді шығаруды үйренетін боласың. Сен бір амалмен шығарылатын есептерді модельдеуді және шығаруды үйренесің. Бірінші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында. Бірінші берілген кестеде 3-ке арттыр деп тұр. Яғни біз берілген сандарды 3-ке қосатын боламыз. 7 санын 3-ке қоссақ 10 шығады. 15-ті 3-ке қоссақ 18 шығады. 26-ны 3-ке қоссақ 29 шығады. 45-ке 3-ті қоссақ 48 шығады. Келесі кестеге қарайық. Бұл жерде 8-ге азайт деп тұр. 78-ден 8-ді азайтсақ 70 шығады. 8-ден 8-ді азайтсақ 0 шығады. 24-ден 8-ді алсақ 16 шығады. 36-дан 8-ді алсақ 28 шығады. Келесі екінші есепке қараймыз. Есептерді шығар. Менде 12 бет белгі, ал досымда менен екеуі кем бет белгі бар. Досымда неше бет белгі бар? Балалар, есептің бірінші шартын құрып аламыз. Менде шарты деп жазып алып, менде 12 бет белгі, ал досымда екеуі кем. Кем десе, біз не істейміз? Дұрыс айтасыңдар, азайтамыз. Шешуіне 12-ден 2-ні азайтсақ, 10 бет белгі болады. Жауабы досымда 10 бет белгі бар. Келесі, досымда 10 бет белгі, ал менде екеуі артық. Артық десе ойланайық. Дұрыс айтасыңдар, қосамыз. Шешуі 10-ға 2-ні қоссақ, 12 бет белгі. Жауабы менде 12 бет белгі бар. Жарайсыңдар. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Үшінші есептің шешуін әріпті өрнек түрінде жаз. Әсет 37 жолды дәптер және одан аға артық торгөз дәптер сатып алды. Әсет неше торгөз дәптер сатып алды және осы есепке бір кері есеп құрастырды. Енді үшінші есептің шартын құрып алайық. Жолды дәптер 37, торгөз дәптер аға артық. Шешуін табу үшін біз 37-ні аны артық десе, аны 37-ге қосамыз. Сонда әсет 37 плюс а торгөз дәптер сатып алды. Келесі есеп құрастырамыз. Жолды дәптер аға кем, торгөз дәптер 37 қосу а. Енді біз шешу үшін 37 қосылған аны а алу азайту қылып 37 жолды дәптер сатып алғанын білдік. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепті шығар. Әсеттің 29 торгөз дәптері бар, ал жолды дәптерлерінің одан 16-сы артық. Әсетте неше жолды дәптер бар? Ал енді балалар, есептің шартын құрып алайық. Торгөз дәптер 29, жолды дәптер 16-сы артық. Шешуін табайық. Артық десе қосамыз. 29-ға 16-ны қосатын боламыз. Сонда 45 шығады. Әсетте 45 жолды дәптер бар екен. Жарайсыңдар. Бесінші есеп. Есепті шығар. Әсеттің 45 жолды дәптері бар. Ал торгөз дәптерлерінің одан 16-сы кем. Әсеттің неше торгөз дәптері бар? Ал балалар, есептің шартын құрайық. Жолды дәптер 45, торгөз дәптер 16-сы кем. Ал енді кем десе балалар, азайтамыз. Шешуі 45-тен 16-ны азайтсақ, 29 шығады екен. Жауабы әсеттің 29 торгөз дәптері бар. Алтыншы есеп. Есептің сызбасын сал және оны шығар. Әйгерімнің түрлі түсті 34 қарындашы және одан 18-і кем қаламы бар. Әйгерімнің неше қаламы бар? Ал балалар, есептің шартын құрып алайық. Түрлі түсті қарындаш 34, қаламның 18-і кем. Сызбасын сызып аламыз. Ал енді
кем десе азайтамыз. 34-тен 18-ді алсақ 16 шығады. Әйгерімнің 16 қаламы бар екен. 7-ші есеп. Өрнектердің мәнін тауып, әр баланың оқу құралын анықта. Бұл жерде бірінші тұрған сызғыш 84 пен 50-ді азайтамыз. Оның мәні 34-ке тең. Яғни сызғыш баланыкі екен. 25-ке 30-дың қосындысы 55. Яғни желім қыз баланыкі екен. Келесі 27-ге 40-ды қосамыз. 67. Сурет ол баланың құралы екен. 18-ге 8-ді қоссақ 26. Сөмке баланыкі екен. 25-ге 7-ні қоссақ қаламсауыт қыз баланыкі екен. 32. Келесі 60-тан 30-ды азайтатын болсақ, оның мәні 30-ға тең екен. Дәптер қыз баланыкі екен. Жарайсыңдар балалар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.